Құрметті оқырман, видеоға лайк басып, соңында пікір қалдыруды ұмытпайық. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Жадыраның ауысымының соңы жақындап қалды. Сағатына көз сала беріп, жас әйел біраз қобалжып жүрді. Минут сайын әділ келіп қалуы тиіс еді. Ол оны жұмыстан алып кетемін деп уәде берген болатын. Міне, 1 жылға жуық уақыт Жазира осы шаштаразда жұмыс істеп жүр. Бұл мекеме әлеуметтік шаштаразға қарағанда бағалары өзге бәсекелестерден әлде қайда төмен. Мұнда көбінесе жаңадан келген тәжірибе жинақтауы керек жандар жұмыс істейді. Ал кейіннен тәжірибе жинақтап алған соң қымбат салондарға жұмысқа тұруға немесе өз кәсібіңді бастауға болады. Жадыраның арманында әрине өз салоны болу бар еді. Бірақ оның қаржылық жағдайын ескере отырып, бұл әзірге тек арман ғана болатын. Бірақ бірнеше жыл бұрын оның алдында барлық есік ашық болатын. Мектепті бітірген соң ол экономикалық факультетке оқуға түсті. Оқуы оған оңай берілетін, бірақ грантқа түсерліктей емес еді. Дегенмен қыз күдерін үзбеді. Өйткені ол анасымен бірге тұратын. Анасы оған бір кездері ақша туралы ойлама. Сенің міндетің оқу, ал қаржы менің мойнымда деген болатын. Және ол уақытша қамқорлық жасады. Бірақ екінші курстың ортасында анасын жұмыстан қайтып келе жатқанда көлік қағып кетті. Өмір бір сәтте күйреп қалғандай сезілді. Жалғыз жақын адамынан айырылу қайғысы соншалықты ауыр болды. Тіпті өмір сүргіңде келмейді. Оның басқа туыстары жоқ еді. Анасы өз уақытында әкесінен кетіп қалған болатын. Және қыз ол туралы ештеңе білмейтін. Оның өміріне араласпаған еді. Құрбылар, кімге керек бөтеннің қайғысы, ал Жадыраның қайғысы енді көп болатын. Анасының жинаған барлық ақшасы жерлеу рәсіміне кетті. Оқу ақысын төлеуге ештеңе қалмады. Және олар тұрған пәтерде жалға берілетін еді. Көп ұзамай сол пәтердің иесі келді де қыздың қажетті соманы төлей алмайтынын түсініп, бөлмені босатуды сұрады. Жазира басқа пәтер іздеп, бір бөлмелі пәтерді жалдап, сол жерге көшіп барды. Жаңа қожайыны қарт әйел қыздың басынан өткергендерін естігеннен кейін, алғашқы жарты жылда сенен ақы алмаймын. Сен менің пәтерімді жинастырып тұрасың. Мен қартайдым, маған қиын. Ал сен болсаң, қан сөл толысып, аяққа тұрасың, жұмысқа тұрасың. Және қалай тез болса, солай төлейтін боласың, деді. Жадыра оған қалай алғыс айтарын білмеді. Институттан құжаттарын алып, қыз жұмыспен қамту орталығына бет алды. Дәл сол жерде оған шаштараздық курсант тегін өтуді ұсынды. Және Жадыра тағдыр оған қайтадан күлімсірегендей болды. Анасы қайтыс болғаннан кейін бірте-бірте ол өзіне келе бастады. Уақыт тоқтап тұрмайды, және әрі қарай өмір сүру керек еді. Курстарды бітіріп, жұмыспен қамту орталығында оған әлеуметтік шаштараздың мекенжайын берді. Мұнда жұмыс істегелі бері ол қуаныштымын деп айта алмайды. Бірақ бұл ештеңеден де жақсырақ еді. Табысы сонша көп болмаса да, тұрғын үйі мен тамағына жететін. Бір күні Жазира қайтайын деп жатқанда, шаштаразға тынысы тарылған бір жас жігіт кіріп келді. Бұл өте таңғаларлық жағдай болды. Мұнда жігіттер шаштарын қарамайтын. Қыз, аяңызшы, менің тез арада шашуымды қидыруым керек. Бұл өмір мен өлім мәселесі,
деп күлімсіреді ол. Бірақ жабылуға 5 минут қалды, деп жауап берді жадыра. Не істерін білмей, сіз менің жалғыз үмітімсіз, аялы қыз, ал мен сізді үйге апарамын, қайда айтсаңыз да жердің шетіне дейін. Және жадыра келісті. Ол қиып жатқанда жігіт оған ертең олардың отбасында мереке, әкесінің мерейтойы екенін және ол толықтай әдемі болып көрінуі керектігін, ал асығыста шашын қидыруды мүлдем ұмытып кеткенін айтты. Ол көп жылдар бойы шашын қидырып жүрген өз шаштарашысына қоңырау шалғанда оның 2 аптаға дейін бос уақыты жоқ екені белгілі болды. Ал егер анам мені әкемнің мерейтойына шашым өсіп кеткен, ол айтқандай көргендей келсем, туғаныма өкінемін. Құдайға шүкір, мен сіздің қасыңыздан өтіп бара жатып сізді көрдім. Мен сіздің маған бас тартпайтыныңызды бірден түсіндім. Сіздің жүзіңіз мейірімді. Жадыра ұялшақ күлімсіреді. Оның әдемі, көңілді екенін, бірақ қалжыңдайтынын, бір сөзбен айтқанда өте қызықты жас адам екенін атап өтпесе болмады. Мұндай жігіттер әрдайым әйелдердің назарын аударады. Сіз не жұмыс істейсіз? Соншалықты бос емессіз, деп қызықты жадыра. Бағдарламашымын. Мен компьютерде отырамын. Шығуға көп уақыт жоқ. Мен шынымды айтсам, әкемнің мерейтойы туралы да ұмытып қала жаздадым. Жақсылығым анам әрдайым бәрін қадағалап отырады. Айтпақшы, мені ақиқат деп атайды. Ал сізді жадыра ма? Жарайды, ақиқат. Жұмысты қабылдаңыз. Сізге және сіздің анаңызға ұнайды деп үміттенемін. Жас жігіт шаш қиюын жан-жағынан мұқият қарап шықты. Оның жүзі бірден байсалды болып қалды. Ол қатты қысылған қызға бұрылып, мен сізге не айтайын деп тұрғанымды білесіз бе? Деді. Жадыра оған қорқынышты көздерімен қарап, оған не ұнамағанын түсінуге тырысты. Бірақ жігіт кенеттен кең күлімсіреп, сіздің қолыңыз алтын екен. Сізге біреу сіздің керемет шаш қиятыныңызды айтты ма? Деп жалғастырды. Ол қайтадан айнаға бұрылды. Ал қыз жеңілдеп дем алды. Керемет. Деп ақиқат мақтауын тоқтатпады. Мүмкін мен сізді кешкі асқа шақыра алармын. Жақын жерде керемет кафе бар. Ой, менің ойымша бұл ыңғайсыз екен, деп үндемеді жадыра. Жақсы, онда кеттік, деп күлімсіреді ақиқат. Және көлігін оталдырып, осы күннен бастап олар күн сайын дерлік кездесетін болды. Және жадыра оған тағдырға алғыс айтудан жалықпады. Ол 27 жаста, өзі 21 жаста еді. Оның жанында ол тыныш еді. Бірақ бір күні ол мүлдем күтпеген нәрсе болды. Бірде олар көлікпен сауда орталығынан қайтып келе жатқанда ақиқатты біреу шақырды. Айналып қараған жас адамдар қымбат костюм киген және жақсы киінген ер адамды және екеуінің де жүзінде разылық бар әйелді көрді. Ақиқат, сен мұнда не істеп жүрсің? Деп қатал сұрады әйел. Оның алдында 27 жастағы ер адам емес, ұл бала тұрғандай. Сен кімменсің? Деп ол ұлының серігін бағалай қарап шықты. Анашым, әке, танысыңыздар, бұл жадыра. Жігіттің толқып тұрғаны көрініп тұрды. Бану емес па? Деп айқайлады анасы. Біз сенмен бәрін талқыладық. Сен оған қоңырау шалдың ба? Анашым, қазір емес. Үйге барғанда сөйлесейік. Анасы сол сәтте еріндерін қымтыды да бұрылып кетіп қалды. Ер адам ұлына айыптай қарап, жұбайының соңынан ерді. Жадыра өзін
бір түрлі сезіне бастады. Ақиқат мұны байқап, жаным, мән берме. Менің ата-анам әрдайым бір нәрсе олардың жоспары бойынша жүрмесе наразы болады, деді. Менің түсінуімше олардың жоспары Бану ма? Деп нақтылады Жадыра, көлікке отырып жатып. Ол кім? Бұл анамның жақын құрбысының қызы. Олар бірнеше жылдан бері бізді қалай үйлендіруді армандап жүр. Бану келіседі, бірақ маған бұл ой ұнамайды. Дәлірек айтқанда, ол да осындай ойда, мен мұны қаламаймын. Бірақ егер мен адамдарды аз кем түсінсем, деп Жадыра сыбырлады, онда сіздің анаңыздан ол әрдайым қалағанына жететіні көрініп тұр. Ол сізді бәрібір үйлендіреді. Ой, бос сөз айтпа. Ол сені әлі танымайды. Бірде қонаққа барамыз. Және ол бірден өз пікірін өзгертеді. Сен ең жақсысың ғой. Бану саған лайық емес. Мен сені жақсы көремін. Жадыра бұл сөздерден еріп кетті. Құдайым-ау, ол мені жақсы көреді. Өмірде бұдан маңызды не болуы мүмкін, деп ойлады ол. Көп ұзамай Жадыра таңертең өзін нашар сезінетінін, жүрегі айнитынын байқады. Бастапқыда ол уланып қалдым деп ойлады. Бірақ жағдайы бір аптаға созылғанда бұл улану емес екенін түсінді. Нағыз себеп бірінші болып пәтер иесі түсінді. Сен кенеттен жүкті болып қалған жоқсың ба? Жадыра, сіз солай ойлайсыз ба? Деп ол күтпеген жерден қолын аузына басты. Менің ойыма да келмепті. Мен не ойласам да ойладым, тек жүктілік туралы ғана ойламадым. Әрине, сен бұл туралы ертелек ойлағаның жақсы болар еді. Мұндай қарым-қатынастан балалар пайда болатынын білмедің бе? Деп басын шайқады пәтер иесі. Енді не істейсің? Мен білмеймін, деп мұңайды қыз. Бірақ мен ақиқаттың мені тастамайтынына сенімдімін. Ол мені жақсы көреді. Және менің кішкентай балаға қуанатынына сенемін. Құдай берсін, қызым, құдай берсін, деп күрсінді әйел. Келесі күні әйелдер консультациясында дәрігер Жадыраның жүктілігін растады. Сіздің жүктілік мерзіміңіз 6 апта. 6 апта? Сақтаймыз ба? Өз көзілдірігінің үстінен келушіге мұқият қарады. Әрине, деп басын изеді Жадыра. Әлде қалай? Енді білмеймін, сіздің жасыңыздағы көптеген адамдар абортқа жүгіреді. Сондықтан сұрап тұрмын. Жоқ, мен туамын, деп Жадыра қатты жауап берді. Жақсы, деп күлімсіреді дәрігер. Және өмірде әртүрлі жағдайлар болады. Сеніңкірей берме, деп сыбырлады. Ал кешке ақиқатпен кездескенде ол қызының бір түрлі жұмбақ екенін байқады. Бірдеңе болды ма, деп сұрады ол. Ол басын изеді. Ал әйтпесе мені қызықтырып жібердің. Ақиқат бұл өте маңызды. Мен жоқ, олай емес. Біз сізбен жақында ата-ана боламыз. Кімнің? Деп жігіт бірден не туралы екенін түсінбеді. Қалайша кімнің? Деп күлді Жадыра. Біздің баламыз. Және ол оның қолын ішіне қойды. Ол әрине әлі кішкентай. Жүктілікке не бары 6 апта. Бірақ дәрігер біздің қалай айналып үлгергенімізді білмей қаламыз. Ал ол кезде туылып қалады, деді. Шынымен де, я? Ол оған бақытқа толы көздерімен қарады. Бала не айтарын білмеді. Біраз үндемей тұрып, ол, тыңда, мен мұнда есіме түсірдім. Менің істерім бар. Мен сені үйге апарамын, жарай ма? Бірақ біз кафеге барғымыз келген еді, деп Жадыра абдырап қалды. Мен істерім бар дедім ғой. Ал жүктілік туралы сен ойлан. Бала әрине жақсы, бірақ қазір емес. Абортқа ақша беремін.
бірақ менен көп ештеңе күтпе. Ақиқат, сен не деп тұрсың? Жадыра естігеннен жылап қала жаздады. Мен жақында үйленемін, ал баланы маған әйелім туады. Жадыра, давай айқайсыз, соншалықты еш нәрсе болған жоқ қой. Аборт жасайсың да әрі қарай өмір сүресің. Уақыты келгенде басқасын туарсың, бірақ менен емес. Барлық жол бойы ол басқа ештеңе айтпады. Қыз терезеге қарап көз жасын жұтып отырды. Үйге келгенде ол көліктен тез шығып кетті. Ол оны шақырып ақша ұсынғанда ол оған тек жек көрушілікке толы көзбен қарады да бұрылып кетіп қалды. Ал енді қалай қаласаң солай, деп ол артынан естіді. Сол күннен бастап олар қайтадан көріскен жоқ. Үйде Жадыра өз бөлмесіне кіріп, барлық сезімдеріне ерік берді. Ал кейін ол жұмысына барған кезде тосын сый күтіп тұрды. Не дейсің? Сен жүктісің бе? Деп салон иесі оған көздерін бақырайта қарады. Және оның тоны жақсылықты білдірмейтіндей еді. Ал сенің мерзімің қандай? 6 апта, деп Жадыра еденге қарап дірілдеп жауап берді. Қымбаттым менің. Сен жұмысқа тұрған кезде еңбек шартын оқығансың ба? Мен оншалықты мұқият оқымадым, деп ақталды Жадыра. Әрине, ол өтірік айтты. Көпшілік сияқты ол да оны мүлдем оқымаған. Паспорт деректерін салыстырып қол қойды. Ол жерде не жазылған туралы мән бермеген. Өкінішті-ақ, егер мұқият оқығанда менің жүктілерге жұмыс орнын бермейтінімді және шартта мұнда жұмыс істеген уақытта жүкті бола алмайтыныңыз жазылғанын білер едіңіз. Қалауыңыз бойынша өтініш жазыңыз. Қалайша? Деп Жадыра абдырап қалды. Жан-жағына қарады. Не істеуім керек? Мүмкін нұсқаулар жоқ па? Иесі басын шайқады. Бірақ маған кем дегенде бірнеше күн ойлануға рұқсат етіңіз. Жарайды, былай жасайық. 1 аптадан кейін мен сізді мұнда не аборт туралы анықтамамен, немесе жұмыстан шығу туралы өтінішпен күтемін. Рахмет, деп жауап берді Жадыра. Және үйге қарай бет алды. Жолда келе жатып, ол көз жасын тоқтата алмады. Олар бетінен ағып жатты. 1 апта. 1 аптада мен не істесем болады? Жүкті күйінде оны жұмысқа алмайды. Ал бір нәрсеге өмір сүру керек. Мүмкін ақиқат ойын өзгертіп, оған көмектесер. Қыз не істерін білмеді. Құдайға шүкір, кем дегенде баспана бар. Ал бірнеше күннен кейін оның бөлмесінің иесі есікті қақты. Қалайсың, Жадыра? Өзіңді қалай сезінесің? Деп қызықты қарт әйел. Мен не үшін келгенімді, тіпті неден бастарымды де білмеймін. Менің ұлым бар деп мен сізге айтқан болатынмын. Көрші қалада тұрады. Міне, олар қаладан тыс үлкен үй сатып алды. Және ол кеше маған қоңырау шалып, әйел 1 минуттай үндемей қалды. Сөздерін таңдағандай болды. Созбаңыз, сұлу Жанар қызы, деп оны жігерлендірді Жадыра. Мен бәріне дайынмын. Жалпы ол маған заттарыңды жина, пәтерді сатамыз, мен сені өзіме апарамын деді. Жалпы сізге баспана іздеу керек, жаным. Жадыра өз құлағына сенбеді. Бұлай болуы мүмкін емес, деп ол өз-өзіне қайталады. Бәрі бірден үйіліп қалмауы мүмкін. Бұл тіпті қара жолақ емес. Бұл оны сорғалатып жатқан қара шұңқырдың түбі. Сұлу әжейдің жақын арада көшіп кететінін түсінді. Әйел шығып кетті. Ал Жадыра осының бәрінен қалай шығу керектігін ойлана бастады.
баспана да, жұмыс та, күйеу де жоқ, тек бала ғана. Ал ол онымен не істейді? Мүмкін шынымен де абортқа бару керек. Сонда кем дегенде жұмыс қалады ма? Кешкі уақыт болатын, және жадыра ұйықтауға шешім қабылдады. Ал таңертең ауруханаға баруға басқа жол ол көрмеді. Түнде бірінші рет оның анасы түсіне кірді. Ол өзеннің арғы жағында тұрып, оған күлімсіреп, басын шайқады. Таңертең оянған жадыра ауруханаға баруды ойлап қалды. Ол белгілерге сенетін. Ол анасын түсінде ол дәл сол белгі деп санады. Өйткені анасы өмірде оған ешқашан аборт жасауға рұқсат бермес еді. Таңғы ас кезінде жадыра ақиқаттың ата-анасымен кездесуге шешім қабылдады. Ол олардың үйіне келді және орындыққа отырып күте бастады. Жігіттің үйінде ол ешқашан болмаған, сондықтан пәтерді білмеді. Бірақ ол тұрған үйді ол оған көрсеткен, оның ата-анасын да бетінен көрген, сондықтан аулада күтуге шешім қабылдады. Ерте ме, кеш пе біреуді күтіп алады. Ол ақиқатқа бірнеше рет қоңырау шалған, бірақ ала алмаған, және оның телефонын қара тізімге енгізген деп шешкен. Күтіп отырғанда оның жанына бір қарт әйел келіп отырды. Олар ауа райы және басқа да ұсақ түйектер туралы әңгімелесті. Кемпір жадырамен немересін күтіп жүргенін бөлісті. Кенеттен үйге бір көлік келді, және одан ақиқаттың анасы шықты. Жадыра сол жерде көршісінен кешірім сұрап, үлкен үміт артқан адамға қарай жүгірді. «Ажар ханым!» деп айқайлады ол болашақ енесіне. Ол кіреберіске кірмекші болғанда, әйел бұрылып, оған жойқын көзбен қарады. «Ажар ханым, мен сізбен сөйлескім келді. Мен жадыра, сіздің ұлыңыздың құрбысымын. Түсінесіз бе? Мұнда бір мәселе бар. Мен сенің кім екеніңді білемін. Және сенің ісің де маған белгілі. Ақиқат маған бәрін айтқан. Ал мен саған мынаны айтамын. Неге тырысып жүргеніңді білмеймін. Бірақ ақиқат 2 айдан кейін үйленеді. Және саған емес. Сосын біздің отбасымызға сен тумайсың. Зарина туады. Ал сеніңнен қолыңнан келетін нәрсе ол гендегі қорын бүлдіру ғана. Ақша берді. Сен бас тарттың. Мақтаншақсың ба? Бірақ мен мақтаншақ емеспін. Егер сен ойыңды өзгертсең, қайта ұсына аламын. Жоқ, мен ойымды өзгерткен жоқпын. Мен қаладым. Ал егер ойыңды өзгертпесең, онда мұндағы жолды ұмыт. Сені мұнда ешкім күтпейді. Қайта келетін болсаң, өкінесің. Және ол бұрылып, кіреберіске кіріп кетті. Жадыра ауланың ортасында тұрып, не істерін білмеді. Ол әйелдің соншалықты көп зұлымдық пен менмендігі болатынын білмеген еді. Ол баяу бұрылып, сол орындыққа қайтып оралды. Онда бейтаныс әйел немересін күтуді жалғастырып жатқан болатын. «Сіздің немереңізді әлі алып келмеді ме?» деп ол кемпірден сұрады. Ол күлімсіреп, оны алып келмейді. Ол өзі жақсы жүреді. Орындықтан бақыладым. Сен онымен тіл табыса алмадың, е? Ол жылан ғой, деп жауап берді. Жадыра әйелге таңырқай қарады. Сіз оны танисыз ба? Әрине, ол менің келінім ғой. Менің немерем онда бірдеңе істеп қойған деп түсінемін. Сен жүктісің бе? Жадыра басын изеді. Және автоматты түрде қолын ішіне қойды. Кенеттен үйге бір такси келді. Және одан ақиқат шықты. Ол машинаны айналып өтіп, ақ шашты серігіне шығуға көмектесті. Жадыра оған қарай ұмтылғысы келді.
Бірақ кемпір оны тоқтатты. Өзіңді қорлама, пайдасы жоқ. Мен өз немеремді білемін. Ол менімен тіпті амандаспайды. Мен күн сайын мұнда келемін, оған, ұлыма қараймын. Және бұл менің қолымдағының бәрі ажар бәрін маған қарсы қойды. Сұмдық қой. Сен тоңып қалдың ғой, деп ол кенеттен Жадыраға қарап алаңдады. Бүкіл денең дірілдеп тұр. Жүр менің үйіме. Мен көрші үйде тұрамын. Шай ішіп жылынасың. Сенің ауырып қалуың жетіспейді. Ал сенің жағдайыңда тәжірибелі педиатрға қаралуың керек. Сен маған жүр. Оның бұған күші де ықыласы да жоқ еді. Пәтерге кіргенде ол өте биік төбелерге және кең бөлмелерге назар аударды. Мұндай жоспарлауды қазір өте сирек кездестіруге болатын. Мұндай пәтерлерді бұрын тек өте құрметті адамдарға беретін. Жадыра пәтерді қарап жатқанда әжей ит мұрнынан шай қайнатып жатты. Жүр қызым, деді ол. Шай дайын. Ажардан не қалайды? Бұл менің жақында шөберемнің болатынын білдіреді, деп әжей Жадыраны тыңдап отырып күлімсіреді. Ал Ажар демек оны мойындағысы келмейді, және ұлын да бағындырды. Бәрін өзіне бағындырды. Менің ұлым қандай жақсы еді, онымен байланысқанша. Олардың барлық әңгімесі байланыстарға, ақшаға келіп тіреледі. Ол басқа ештеңе естігісі келмейді. Мені домда өмір сүруге шалым үйретті. Бірақ 10 жыл болды. Ол менімен жоқ. Жүрегі тоқтап қалды. Міне, олар менің оларға көшіп баруымды күтіп жүр. Пәтерде емдену үшін. Ал сіз неге олар сізден өліміңізді күтіп жүр деп ойлайсыз? Қызықты Жадыра. Олар маған бұл туралы өздері айтты, деп әжей күлімсіреді. Күйеуім қайтыс болғаннан кейін 1 ай өткен соң мен жүрек ұстамасымен ауруханаға түстім. Тез арада алып кетті. Дәрігерлер өмірімді сақтап қалды. Шығамын. Ұлым маған аяққа тұруға көмектеседі. Менің тірегім болады деп, ал ол келесі күні маған ауруханаға нотариустан келді. Менің өсиетімді жазуым үшін ол айтқандай әр жағдайға. Мен оларды ол кезде қуып шықтым. Әрине. Бірақ сол сәттен бастап менің ұлымның менікі емес екенін түсіндім. Ол кезде ол менің күйеуімнің ақиқат кішкентай кезінде бұл пәтерді оған өсиет еткенін білмедім. Бірақ біз екеуміз де болмаған кезде деген. Міне, мен оған бұл туралы айттым. Енді білемін. Олар менің қашан өлетінімді ғана күтіп жүр. Бірақ менің көп қалмады. Білемін. Дәрігерлер айтты. Менде көптен бері онкология бар. Бірақ туыстарыма бұл туралы айтпаймын. Шөберемді көрмейтінім өкінішті. Дегенмен тағдыр кейде жақсылық жасайды. Мүмкін дәрігерлер қателескен шығар, деп күлімсіреді ол. Сондықтан Жадыраның жүрегі қысылып, осы мейірімді әйелді қатты аяп кетті. Жадыраның таңдауы көп болған жоқ. Ал ол жағын Құдай біледі. Алдын ала мұңайма, деп оны жұбатты әжей. Мәселелерді туындаған сайын шеш. Бірақ мен бәрі жақсы болатынына сенемін. Уақыт өтті. Жадыраның жүктілігі дамыды. Әжей айлардың орнына 5 ай өмір сүрді. Ол айтқандай, тағдыр дәрігерлерден гөрі сәл көбірек берді. Ал өлерден 1 ай бұрын ол үйге қайтып келіп, Жадыраға, мен мұнда жерлеу агенттігінде болдым. Бәрін төледім. Өзіме әдемі ескерткіш таңдадым. Бір сөзбен айтқанда, бәрін дайындадым. Міне, телефон. Мен өлгенде оларға қоңырау шал. Тапсырыс нөмірі, туыстарым мені бәрі бір жерлемейді. Ал егер жерлесе де, олар менің ескерткішіме
сенім артуға болмайды. Жадыра оны аузын ашып тыңдады. Әжей, сіз не туралы айтып тұрсыз? Маған айтсаңыз, мен қалағаныңыздай бәрін жасар едім ғой. Қызым, сенің осы жағдайыңда саған қиын болады. Сен тіпті дыбыс шығаруға да үлгермейсің. Мені мұнда тез алып кетеді. Олар бұл тақырыпқа қайта оралған жоқ. Міне, айлар өтіп, әжей өзінің жағдайы нашар екенін білді. Ол Жадыраға қоңырау шалып, шақырып алды. Міне, бәрі бітті. Жадыра, деді. Олай айтпаңыз, әжей, мен қаламаймын. Мен сізсіз өмір сүре алмаймын. Қалайша? Деп жылай отырып тыңдады. Ол шынымен де қорқып кетті. Жадыра не істерін, ал енді қайда барарын және 7-ші айлық жүктілікте не істеу керектігін мүлдем де білмеді. Маған анау конвертті берші, кітаптардың үстінде жатыр. Жадыра қарт әйелдің өтінішін тез орындады. Ал енді оны аш. Ішіне қарап, ол ақшаны көрді, деп басын шайқады. Ақымақ болма, бұл саған емес, менің шөбереме, сыйлық деуге де болады. Ысырап қылма, деп күлімсіреді ол. Жылама, саған зиян. Мен қазір педиатр ретінде айтып тұрмын. Ал мен үлгермеген тағы бір нәрсе, мына мекен жайыма бар, парақты ал. Сен үйге барып, менің ескерткішке арналған жаңа суретімді аласың. Түсінгеніңдей, менің енді кімнен сұрайтыным жоқ. Мен алдымен біреуін тапсырыс бердім. Содан кейін ойымды өзгерттім. Керамикаға ақша жұмсауға шештім. Міне, сен аласың да ескерткішті ауыстырасың. Жалпы мені ұмытпа. Маған өте жағымды болады. Ал енді жедел жәрдем шақыр, қызым. Мен мұнда өліп қалмайын. Туыстарым келгенше осында тұр. Бірақ пәтер ізде және менің өтінішімді ұмытпа. Жадыра дәрігерлерді шақырды. Әжені ауруханаға алып кетті. Ал ол ешкім келмейді деп шешті. Әжей 10 күннен кейін қайтыс болды. Тумаластарының бәрі келді. Жадыра алыстан бақылап тұрды. Қонақтар кеткеннен кейін келді де біраз тұрып кетіп қалды. Көп ұзамай ол туды. Және үлкен әжесінің өтініші бойынша оның атасының құрметіне Нұрлан деп атады. Перзентханада оған ана мен бала орталығына жүгінуге кеңес берді. Және бұл ұйым оны жұмысқа тұрғанша паналатты. Жадыра бақытты болды. Дұрыс, деп қайталады оған әжей айтқандай. Мәселелер туындаған сайын шешіледі. Ұлына ол қатты қуанды. Және енді ештеңеге салыстыруға болмайтынын айтқан әйелдер консультациясының дәрігерімен толықтай келісті. Өткен аптада жерлеу бюросы ескерткіш орнатты. Және өзінде көптен жатқан фотосуретті алып, әжесінің өлер алдында берген уәдесін орындау үшін сыртқа бет алды. Зират күзетшісінің берген бұрағышын қолданып, Жадыра ескерткіштің артқы қақпағын оңай бұрап ашты. Бұл қоштасу хаты екенін түсініп, орындыққа отырып оқи бастады. Бірақ көзден шыққан жастардан барлық еріптер бірден бұлыңғырланып кетті. Мен сенен қателеспегеніме өте қуаныштымын. Демек, сен менің өтінішімді орындадың. Менің шөберем және сенімен бәрі жақсы деп үміттенемін. Сен барлық істі тыныш шештің. Не ойлағанымды білгенде бас тартар едің. Ал мен өзімді кінәлі сезінер едім. Үміттенемін, сен қабірімді зиярат етесің деп. Өйткені сенен басқа ешкімім жоқ. Бақытты бол, қызым. Мекен жайға келгенде Жадыра аң-таң болды. Бір кісі оған өлер алдында әженің оның атына шот ашып, барлық жинаған ақшасын сонда аударғанын хабарлады.
Ал бұл ақша аз емес еді. 22 миллионнан сәл көп еді. Ол болған жағдайға таң қалды. Көп ұзамай ол кішкентай пәтер сатып алып, оны жабдықтады. Ал қалған ақшаға бір кездері армандағандай өз шаштаразын ашты. Оның клиенттері өте көп болды. Себебі оның бұрынғы таланттары жойылмаған. Бәрі оны мақтап, қолын алтын деп атады. Тек ер адамдарға ол үлкен сақтықпен қарады және ұлын жалғыз өсіруге шешім қабылдады. Бірақ мұнда да тағдыр өзінше шешті. Нұрлан 5 жасқа толғанда оны жолында тағы бір ұл бала тәрбиелеп жүрген керемет ер адаммен кездесті. Ол жесір болатын. Әйелі босану кезінде қайтыс болған. Асқар шашын қидыруға келді. Содан кейін ұлын алып келді. Көп ұзамай олардың балалары бір балабақшаға баратыны белгілі болды. Ер адам оны балаларымен серуендеуге шақырды. Ол бас тартпады. Ал 1 жылдан кейін олар үйленді. Балалар 7 жасқа толғанда отбасы сауда орталығында серуендеп жүргенде Жадыраны бір әйелдің дауысы шақырды. Шынында оны бірден танымадым. Сәлеметсіз бе, Ажар ханым? Сәлеметсіз бе, Жадыра? Жақсы көрінесіз. Меніңше сізде бәрі жақсы, деп ол балаларға қарап, ал олардың қайсысы менің немерем, деп сұрады. Сіз қателестіңіз, Ажар ханым. Жадыра салқын түрде айтты. Мұнда сіздің немереңіз жоқ. Сіз маған ол кезде қалай айтқаныңызды есіңізде ме? Мен сізге еске сала кетейін. Біз Бануды күтеміз, ал сен тек ген қорын бүлдіресің, дегенсіз. Түсін, Жадыра, ол кезде жағдай қиын болды, деп ақтала бастады әйел. Мен жай ғана Заринаның туатынын жоспарламағанын білмедім. Олар ажырасып кеткен. Баламның жолы болар емес. 3 рет үйленді, бірақ бәрі бір жарамсыз болды. Сізге не айтарымды білесіз бе, Ажар ханым? Әркім нені қаласа соны алады, деп күлімсіреді Жадыра. Балалар, жүріңдер, ата әжелерін күтіп қалды, деп кетіп қалды жас отбасы. Ал Ажар көз жасын тыймас үшін еріндерін қатты қысып тұрды.